қордың авторы, директоры Гүлмира Мұханқызы да бүгін ортамызда. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Құрметті семейліктер. Харекет қамдық қорының 5 жылдық мерейтойына келгендеріңіз үшін мың алғыс. Жақында осы жол апатынан ата-анасынан айырылған 4 балапанның видеосы тарап, 4 бүлдіршіннің көз жасы ешкімді бейжай қалдырмады. Осы балаларды көруге мен де бүгін асығып келдім. Харекет қорын құрмай тұрғанда көп ойланушы едім. Қандай азық жинадым ақыретіме деп. Альхамдулиллах, бүгінде харекет сауапты амал жинауға мүмкіндік берді. Харекет қоры бұл халықтың қоры. Харекет қоры бұл Алланың Қазақстан еліне берген сыйы мен нығметі деп білемін. Харекет қорын Алла қалады, харекет болды. Аллаху акбар. Барлық мақтау-мадақтар Аллах тағала болсын. Мінекей бүгінде 800-ге жуық отбасы баспаналы болды. Бұл ғана емес, Алланың қалауымен харекет қоры бастап, артымыздан қаншама қорлары есіп, жетім-жесірлерді баспаналы етуде. Барша ай сайын атсалысып жүрген жандарға Алла разы болсын, Алланың нұры жаусын. Құрметті қандастар, бар жоғы айына 1000 теңге садақаларыңызды салып, харекетпен 10, 30, 60, 70 баспананың сауабына алуға мүмкіндіктеріңіз бар, иншаллах. Бүгінде харекет қоры айына кем дегенде 10 баспана табыстап жүр. Альхамдулиллах, шүкір. Халқыма, қазақ еліме мың алғыс айтам. Альхамдулиллах. Әрбір қазақтың жүрегінен орын алған балапандарымыз. Біз негізі ол кішкентай балапандарымызға рахмет айтқымыз келеді. Күллі қазақтың жүрегін біріктірген, әрбір қазақтың жүрегіне махаббат пен бірлік сыйлаған. Осы бір 4 бүлдіршінімізді ортаға шақырсақ деп отырмыз. Шығыстың ғана емес, күллі қазақтың батырлары дер едік. Қазағымыздың алтын сұлу аруы дер едік. Ертеңіміз, болашағымыз біздің. Нұрсұлтан деген батырымыз бастаған, міне бауырлар, ата-әжесіне қамқор болып қызмет қылып жүрген біздің нағыз ержүрек батырларымыз. Гүлмира апайдың сіздерге бір айтар сөзі бар. Жандарым сол, бүгін Харекет қорының 766 баспанасын келді, осы 4 бүлдіршінге берді. Қазақ елінің жасаған жақсылығы құтты болсын, қазақ елі. Аллахыма шүкір. Мен бақыттым. Ең бақытты ана Қазақстанда менмін, альхамдулиллах. Осындай балапандарды қуантуға барлық күш-жігерін салам, иншаллах. Алла денсаулық берсін. Балапандар, бүгін осы халқымыздың, мейірімді халқымыздың, қазақ елінің қолдауымен сіздерге 4 бөлмелі баспана бұйырды, жандарым сол. Иншалла, осы 4 бөлмелі баспанада өніп, өсіп, иншалла, үлкен азамат болыңыздар. Сіздерге ою кілем фабрикасы да өз үлесін қосып, 4 кілем беріп жіберді. Сол аманаттарды табыстайық. Ассаламу алейкум, қазақ елі, және Харекет қоры сіздерге осылай баспана беріп салысқандарыңызға мың алғыс. Сіздерге Алла сауаптарынан жазсын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Осы Харекет қазақ елі рахмет сіздерге қолдау көрсетіп. Барлық мақтау-мадақтар Аллахтан болсын. Алла разы болсын сіздерге. Осындай батырларды тәрбиелеп, бағып өсіп жатқан ата-әжесіне алғыс дейміз. Жақсылықта жарысу деп жатсыздар. Енді біз осы Семей қаласы мешіттерінің атынан, Харекет қорының атынан Алла қаласа осы 4 балаға әлі де олар өседі, өнеді. Сол үшін бір кішігірім кәсіп ашып беруді жолға қойып жатырмыз. Алла